Баршаңызға сәлем қыз-келіншектер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге анашымның жұқпа пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Яғни бұл менің анашымның үйінде түсірілген видео. Сіздерге ұсынған начинка мен жұқпа рецептісі. Жұқпаның өзінің ғана пісіру рецептісі менің каналымда бар. Описанияда сілтемесін қалдыратын боламын. Өтіп қарап көрсеңіздер болады. Ал бұл рецепт начинкамен жасалатын рецепт. Бізге ең алдымен тестасын дайындап алу қажет. Ол үшін бізге 1 кесе жылы су, кіші қасықта 2 қасық тұз және де ұн қажет болады. Суға тұзды ерітіп алып, ыдысымызға құйып, онда електен өткізе отырып, қатты қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз қатты болуы маңызды. Өйткені жайған кезде бізде жұқпалар өте жұқа, бір тегіс және де қағаз сияқты болып жайылу қажет. Ал енді начинкасына кірсеміз, ол үшін бізге фарш, пияз және де теркадан өткізілген сәбіз қажет болады. Майды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша құясыздар. Біз кішкене майсыздау істедік, сол үшін майды кішкене аздау құйдық. Негізі начинка мен жұқпа жасаған кезде майлы етіп жасайды. Көбірек қойсаңыздар да болады. Осылай барлығын бірінен кейін бірін пісіріп алған соң, приправаларын салып, кішігірім су құйып 10 минут бұқтырып алатын боламыз. Сонымен біздің начинкаларымыз дайын болады. Содан соң қамырымызды бөліктерге бөліп, домалақтап алып, тағы да біраз уақыт тындырамыз, дағыны жаюға кірісетін боламыз. Жайған кезде 2-3 қамырды бірден жайсаңыздар, әрі оңай жайылады, әрі бір тегіс болып жайылатын болады. Сосын тағы бір айта кететін жайт, дәл осы рецептпен бізде 30 жұқпадан аса жұқпа шықты, ал начинкамыз бізде тек қана 20 шақты жұқпаға жетті. Сіздер барлық 30 жұқпаның барлығын начинкамен жасаймын дейтін болсаңыздар, кішкене начинканы көбейтіп жасаңыздар. Мінекей қамырларымыз осындай парақтай жұқа, бір тегіс болып жайылу қажет. Енді табамызға салып, біртіндеп пісіре бастаймыз. Бір бетін қызарып алған соң аударып, бетіне начинкамызды жағамыз. Сосын оның үстінен тағы да екінші жұқпамызды жаятын боламыз. Дәл осы реттікпен 10 жұқпадан пісіріп алатын боламыз. Яғни начинкасын жағамыз, үстінен қамырымызды жаямыз, дағыны оны аударып, тағы да астың бөлігін қызартып аламыз. Сосын оның үстіне қайтадан начинкамызды жағып, дәл осы реттікпен 10 жұқпадан пісіріп алдық. Сосын пісіріп болған соң, жұқпаларымызды легенге салып, бетін шарамен жауып қою қажет. Біраз уақыт майы сіңіп, жұмсақ болып оралуға, яғни түйілуге әдемі болып тұрады. Мінекей бізде 10 жұқпамыз дайын. Осылай легенге салып, бетін жауып қоятын боламыз. Ал қыздар, біздің жұқпаларымыз дайын. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Тіл үйретіндей, үйіңіздегілерге ұнайды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің анашымның рецептісін қолдауды ұмытпаңыздар. Ас болсын!